Баршаңызға сәлем. Бүгін өте дәмді балмұздақ сияқты ауызда еритін трайфл десертімен бөлісетін боламын. Бұл рецептімен өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Ол үшін үй температурасында тұрған 2 жұмыртқаны жарып, қантпен жақсылап араластырамыз. Қанты әбден еріп, түсі осылай ақ түске енген кезде сұйық май және құрғақ қоспаларымызды саламыз. Ұнға какао және қопсытқышты салып араластырамыз. Құрғақ қоспаларды жақсылап араластырып, лопатка немесе миксердің көмегімен шетінен ақырындап салып, жақсылап біріккенше араластырамыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Пісіретін ыдысымызды майлаймыз. Негізі пергамент қағазына пісірсеңіздер де болады. Жақсылап жаймалап, қызып тұрған пеште 160 немесе 170 градуста 13-15 минут пісіреміз. Піскен бисквитімізді толық суытамыз. Әбден суығаннан кейін осылай қолмен ұнтақтап шығамыз. Негізі кез келген крем қолдануға болады. Мен қаймақ және сгущенка қолдандым. Сгущенка тәтті болғандықтан қант қоспаймыз. Екеуін жақсылап араластырып, қою болғанша миксерлейміз. Егер креміңіз қойылмаса, онда загуститель қолдануға болады. Құрғақ қоспаларымызды осылай кез келген ыдысқа жаймалап, үстіне кремін салып, тегістеп шығамыз. Ганашына 200 грамм шоколад, 50 мл сүтті микротолқынды пеште немесе су моншасында ерітіп аламыз. Сұйық шоколадтарымызды үстіне құйып, қасық немесе лопатканың көмегімен тегістеп шығамыз. Үстін қалауыңыз бойынша кез келген жем-шидектермен әрлеп шығуыңызға болады. Осымен біздің трайфл десертіміз дайын. Тоңазытқышқа 30-40 минутқа қоямыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Марияш. Ұнаса лайк басып, пікір жазып, каналыма жазылыңыз.